Рахмет. Құрметті көрермендер, келесі тақырып бізде мынандай болмақ. Жалпы қазақтың мақал мәтелдерін біз заманға сай етіп өзгертіп көрдік. Ендеше мен мақалдың түп нұсқасын оқимын, Асыл Ұлымбек өзгертілген нұсқасын оқиды. Ендеше кеттік. Бірінші мақал. Шешеге қарап қыз өсер, әкеге қарап ұл өсер. Байзақоваға қарап қыз өсер, 91-ға қарап ұл өсер. 13-те отау иесі. 82-де отау иесі. Алыстан 6 жасар бала келсе, 60-тағы шал тұрып сәлем береді. Алыстан Максим Ержан келсе, Тасмағамбетов тұрып сәлем береді. Әке Асқар Тау, ана Мөлдір Бұлақ. Елбасы Асқар Тау, Тоқаев Мөлдір Бұлақ. Ал енді сұрақ, Қосанов кім? 30 тістен шыққан сөз 30 рулы елге тарайды. 30 тістен шыққан сөз 30 түрлі чатқа тарайды. Алыстағы ағайыннан жақындағы көршін артық. Алыстағы Әбіләзовтан жақындағы Қосанов артық. Аузы қисық болса да, байдың баласы сөйлесін. Аузы қисық болса да, подписчигі көп сөйлесін. Бір күн ұрыс болса, 40 күн береке кетеді. Бір күн митинг болса, 40 күн интернет кетеді. Теңге тиыннан құралады. Харекет қоры тиыннан құралады. Аш бала тоқ баламен ойнамайды. Ләйла Нұрболханмен ойнамайды. Ит адамның досы. Розетка адамның досы. Атын шықпаса, жер өрте. Атың шықпаса, қалаулымға бар. Еріншектің ертені бітпес. ЛРТ-ның ертеңі бітпес. Енді мақал жалғастырамыз. Көрейік. Семіздікті қой көтереді. Кредитті Тоқаев көтереді. Асық ойнаған азар, доп ойнаған тозар. Балағаттап хайп жасаған озар. Еңбек етсен ерінбей. 21 мың аласын тіленбей. Сіздермен болған Асыл Ұлымбек Ахметов. Және де Азамат Аллана.